Жухари терезесі бұл өзіңізді тануға және айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасты жақсартуға арналған тәсіл. Ол 4 аймақтан тұрады. Бірінші аймақ ол ашық аймақ деп аталынады. Ол жерде сіз білетін және айналаңыздағы адамдар білетін сіздің қасиетіңіз. Ол мысалға сіздің ашықтығыңыз, ақкөңілдігіңіз, мейірімділігіңіз деген сияқты осы қасиеттердің бәрін жазып шығасыз. Екінші аймақ жабық аймақ деп аталынады. Ол жерде сіз өзіңіз білетін, бірақ айналаңыздағы адамдар біле бермейтін қасиетіңіз. Ол мысалға сіздің кекшілдігіңіз болуы мүмкін. Сіз кекшілденіп, адамдарға білдірпей, әйтеуір бір кегіңізді алғыңыз келетін сияқты осындай қасиеттердің бәрін жазып шығасыз. Үшінші аймақ бұл соқыр аймақ деп аталынады. Бұл жерде сіз өзіңіз де білмейсіз, бірақ айналаңыздағы адамдар білетін сіздің қасиетіңіз. Ол мысалға көре алмаушылық қасиетіңіз болуы мүмкін. Сіз өзіңіз мойындамағанмен айналаңыздағы адамдар оны біледі. Осы сияқты қандай қасиетіңіз бар, соның бәрін жазып шығасыз. Үшінші аймақ беймәлім аймақ. Сіз де білмейсіз және айналаңыздағы адамдар да білмейтін сіздің қасиетіңіз. Ол сіздің бейсаналық программаңыз. Сізге қандай қасиеттер ұнайды, соның бәрін жазып шығыңыз. Демек, бұл қасиеттер сізге ұнайды, онда сіздің миыңызда оған деген нейрондық байланыстар бар екенін көрсетеді. Осылай талдап өзіңізді тануға